шақырайық 4-ші В сынып түлектерін ортамызға. Қайырлы күн, қадірлі де құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Бұл мерекенің негізгі мақсаты бастауыш сыныппен қоштасу екені барлығымызға аян. Мерекемізге қош келіпсіздер. Сіздердің алдарыңызда тұрған 4-ші В сынып оқушылары осыдан 4 жыл бұрын 6 жасар бала болса, міне бүгін ес білген шәкірт және бастауыш сынып түлектері. Армандасақ та, қиялдасақ та, балалық шағымыз барлығымыздың көз алдымызға келеді. Өйткені биік асуға беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір осынау бал күлкілі балалық шақтан басталады. Міне, бүгін біздің бүлдіршіндер өмірде өшпес із қалдырған бастаушысына қоштасып, бір жылға тағы да есейгелі отыр. Ендеше қызықты да ғаламат, өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындаған өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына да өз өнерлерін көрсетуге дайын. Олай болса, оқушыларымыздың сыныптастарына арнаған таныстыруы. Армансыздар қадірмен хамайы, алдыменен амандасып алайы. Білім берген әрберген мен өзіммен тең көрем, ұстаздарым бар құрметке лайық. Білім берген әрберген мен өзіммен тең көрем, ұстаздарым бар құрметке лайық. Сыныбымды өрге сүйреп ұдайы, үміттерге қолын созған шынайы. Бақтөрені тас ұлағат, марғұлан Ақнұр ерзат, білімімен тамсандырған талайды. Бақтөрені тас ұлағат, марғұлан Ақнұр ерзат, білімімен тамсандырған талайды. Кеше ғана табалдырық аттаған, түбіміне бастауышпен қоштасам. Ай көркемнің сарайлым, беймәлім зере айзере, сыныбымда сұлу қыздар өнерлі. Ай көркемнің сарайлым, беймәлім зере айзере, сыныбымда сұлу қыздар өнерлі. Сыныбымды отбасымдай көремін, сыныптасым бауырларым бұл менің. Аян менен Нұрасыл, Әліжан мен Әлихан, мен осындай оқушылармен мақтанам. Аян менен Нұрасыл, Әліжан мен Әлихан, мен осындай оқушылармен мақтанам. Бастауышты мен ешқашан ұмытпаймын, достарымды ешқашан да сатпаймын. Айыру томирис ғажайып, жанару мен сезімдер, аман болайық қай жерде де жүрсек те. Айыру томирис ғажайып, жанару мен сезімдер, аман болайық қай жерде де жүрсек те. Біліміммен сусындатқан башаны, ұстазымды шақырайын ортаға. Білім берген әрберген, еңбек етіп тер төккен, мың алғыс сөзге менің ұстазым. Білім берген әрберген, еңбек етіп тер төккен, мың алғыс сөзге менің ұстазым. Еске алып бастауышпен қаламыз, қаза таппай жанымызда қаласыз. Анамыздай боп кеткен, тентектікті кешірген, жүрегіңіз дархан еді кенеткен. Анамыздай боп кеткен, тентектікті кешірген, жүрегіңіз дархан еді кенеткен. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстатып, оң мен солымыз танытқан
бізбен бірге қуанып, қырыға әріп танытып, білім нәрмен сусындатқан мектептегі анамыз ұстаз екені бәрімізге мәлім. Ой болса келесі жырларымызды ұстаздарымызға арнаймыз. Жүрегімде ұстаз берген сабағы, мұң бойымда тамырланып тарады, ұмытпаймын салған жолын ақылын, мәңгі, мәңгі есімізде қалады. Шәкірттердің тыңдар жауап сұрағын, жас санаға төгіп білім шуағын, хат танытып жол сілтеген өмірге барша құрметті жан мұғалім. Ұқсаттыңыз сіз бізді балаңызға, ұқсатып екібіз сізді анамызға, жақын тартып біртіндеп бауыр бастық, жүрген тұнаттық арамызда. Тек үйреттің әділдікті, адалдықты, жирендік, ажыраттық жамандық. Жалғастырар ақ жолың сенің салған, бар деп ұқтың әрқашан балаң мықты. Қажыр қайрат бір өзінен тарайды, таусылмайтын кемге өзіңді балайды. Талай шәкірт мақтан тұтып өзіңді, өмірімнің өзегі деп санайды. Білім берген ерен күш ұстазға мың алғыс. Арманым боп аңсаған, мәңгілік қалдым мекендеп, өзіңе арнап ән айтам, ардақтап ұстаз өтем деп, келесем сіздерге арналады, ардақты да аяулы ұстаздар. Ұстаздарымызға қандай жинасақ та жарасады. Сонымен қатар мектебімізге де ендеше сыныптастарымыздың мектепте арналған жырларын тыңдайық. Ұлылықты ардақты тұтар үнемі, алтын иә ақ босаған киелі, қанат қаққан білім алып өзіңнен, күллі шәкірт саған басын еді. Мектебім алтын ям нұрын жарық, жайнаттың үмітімнің гүлін жарық. Сүйкімді сенің күміс қоңырауың, тұрады құлағымда сыңғыр қағып. Мектеп үйім, ұстазым менің ата-анам, сенен өсіп, сенен ғана нәр алам. Саяңыстық сен мәуейлі бәйтерек, тамырланып сан тарапқа тараған. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымдардың үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Еркелігі көтеріп әр баланың, сусындатып білімнің тұнығынан, саған қарыз бір пәнде, ғаламдағы нәр алып
баршамызға аян. Олай болса, үлкен алғысымызды ата-аналарымыз бен ата-әжелерімізге білдіргіміз келіп отыр. Біздің өміріміздегі асыл жандар ол сіздер. Біздің жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып жүрген біздің ата-анамыз. Қатарымыздың теңі болып, тамағымыз тоқ, көйлегіміздің көк болып жүруі де сол кісілердің, яғни ата-аналарымыз, ата-әжелеріміздің арқасы. Аман болсын отбасымыз, аман болсын аяулы анамыз, асқар таудай әкеміз, ата-анаға мың алғыс. Құрметті ата-аналар, біз сіздерге алғысымызды білдіре отырып, келесі әнді бөлімге арнаймыз. Ана туралы әндерге попурри. Тілекші болып жүрдіңіз шәкірттерге, біздерді ойлап көңіліңіз жүреді де, арналады ұстаздар шын жүректен, сіздерге айтар бүгінгі тілегі де, дей отырып осы өлең жолдарын құрметті ұстаздар өздеріңізге арнаймыз.
Ол қызын мәпелеп аялаған, ешкімнен қол көмегін аямаған. Бүгінде ортамызда Динара мен Нұрфия апай біздер үшін еңбегін аямаған. Білім өнер бәріне бар талабы, әрқашанда ашық жарқын қабағы. Мектеп алды даярлық тобында әрбір берген сабағы мәңгі есімде қалады. Ұстаздарым, сіздерге мың алғыс! Вы душевны и добры, и при этом так умны. Знаете, не забудем вас, выпускной 4 класс. Благодарим вас, самая обаятельная и привлекательная учительница Косибаева Мадина Абдибековна. Ұстазыма мың Еңбек еттің ерінбе, жоққа оққа жегілме. Спорттаның жемісі түйіп алғы көңілге. Сауатты өмір салтымен өз өзіңді тәрбиеле. Ең бастысы айтарым, қиындыққа жеңілме деп үйреткен ұстазымыз Жұлдыз апайға мың алғыс! Мұзқатамыз бәріміз, ата орнына әніміз, Гүлайым апай өткен шышқатамыз бәріміз, ұстазымыз Гүлайым апайға мың алғыс! English is always necessary to learn. Mr. Hassan Aga is a very knowledgeable and a creative teacher. Ustazımıza мың алғыс! Mrs. Gulnur apay is a beautiful woman. Many thanks to our teachers, Mr. Hassan and Mrs. Gulnur. Ustazımız Hasan Agay мен Gulnur апайға мың алғыс! монитор, перне, тақта, сөздің басы, өрмелейді компьютер мен өрге тасы. Бүгінде жаһандану заманында Самиға апай мен Гүлзира апай зор ғой бізге қашанда. Ұстазымызға мың алғыс! Ұстаздар асыл арман пәк ниетті, мұң шалмасын сіздерге ақ жүректі. Жүріңдер ақшы боп ортамызда, тілеймін бар жақсылықты, ақ тілекті. Ұстазға мың алғыс! Шәкірттер сіздерді айтып мақтанамыз. Біздің жүректі де сақталды. Біз әлі биіктердің көрінеміз. Үміт пен сеніміңді ақталды. Ұстаздар сіздерге мың алғыс!
келерме боз етек көйлек киймесе кыздың сәні келеме алган эки жолдастар бирөө ушу той бастар той дегенде дейді экен топалайды кубастар ал калайык билендер бийлеңизде сүйүнмек басыңызда шаттанып кара жорга бийиме костум барлык келебек кан тарасын денеге кара жорга болмаса тойдун сәни келмек
сөйлеп, артық күліп, шәкірттерім балуды тәртіпті қып, шақырайық өлеңге түлектерді, қоштасудың әуенін айтып тұрып, хор бастауыш. ажырамай мектептен бірелесіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз бере құрметпен өзіңізге түлектерге арналсын, тілегіңізде отырып құттықтау сөзін берейік. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, оқушылар. Бүгін міне кішкене ғана болып кірген оқушыларымыз бүгін үлкен өмірге, былайша айтқанда, қадам басып, орта буынға көшкелі отыр. Сендерге бүгінгі кеште тек қана жақсылық тілеймін. Мынау осында отырған біздің әріптес ұстаздарымыз, оқушылар, сонымен қатар ата-аналар барлықтарыңызды да 2023-24 оқу жылының сәтті аяқталуымен құттықтаймыз. Сонымен қатар оқушыларымызға тек қана жақсылық, сәттілік тілейміз. Сіздердің кешірім өтінемін, жиналыс болып жатқан еді, соған асып тұрмын. Береміз. Марғұланның апасы мен Айкөркемнің апасына. Ал құрметті 68 мектебінің ұжымдары және оқушылар, ата-аналар, бүгін сіздердің 2023 пен 24 жылдың оқуы аяқталып жатыр. Сіздерге үлкен бақыт тілейміз. Осы шәкірттердің арқасында ауырмастан, шаршамай, осыларға еңбектеріңіз сіне берсін. Мына біріншіден біз сіздерге алғысымыз шексіз. Осы мектептің ұжымына ата-аналар атынан, өзіміздің атымыздан, оқушылардың атынан керемет үлкен алғыс айтамыз. Құрметті Қансат апай, міне кеше ғана
осы бастауыш сыныптың тарыдай болып келіп бүгін бастауыш сыныпты бітіріп сыныптан сыныпқа көшіп жатыр. Құтты болсын. Шәкіртіңіз мына білімге деген қаққан қанаттар талмасын. Білімге деген құштарлық арта берсін. Сізге біз үлкен ата-аналар атынан, өзіміздің атымыздан, оқушылардың атынан алғысымыз шексіз. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, шәкірттер, мына бүгінгі кішкентай балдай тәтті болып келіп, мектептен, сыныптан үлкен, өте керемет сұлу қызылдар болып өсіп, ендігі үлкен қадамға аттанып атқан қадамдарың құтты болсын. Не дейміз, осы Қанзат апай, сізге көп рахмет. Еңбегіңіз сіздің ешқашан ұмытылмайды. Осы 4 жыл оқытқан шәкірттеріңіз ешқашан сізді жаман сөзге келтірмейді деп сенемін. Өте бәрі керемет, өте жақсы білім алып шықты деп ойлаймын. Сізге көп алғыс, мың шексіз олшым. Рахмет сізге көп. Рахмет. Сүйікті шәкірттерім, бүгін мынау үлкен мың алғыс саған бастауыш деген қоштасу кештеріне келіп куә болып отырмыз. Мына балаларымыздың ең бірінші мен Қанзат апайға рахметімді айтамын. Осындай тарыдай болып, таудай болып, армандары биік, арман көздері жанып тұр, оттай болып, мына апайларының ақылын тыңдап, тәрбиелі, инабатты болып өсуі, осы әрбір әріпті біліп үйренуі, санауы, жазуы, осының бәрі мен ойлаймын Қанзат апайымыздың үлгісі деп ойлаймын. Және де мына ата-аналар да, сіздерге де мыңда бір алғысым шексіз. Себебі үйде ата-ана, мектепте мына ұстаздар, осы кісілердің арқасында біздің балаларымыз бүгін оңын біліп, солын біліп, көз алдарыңызда жақсы өнер көрсетті деп ойлаймын. Айналайын, ұлағат, бұл жерде бәрін айта бергім келеді.